Нәбә сүресі. Рахман, әрі аса рахымды Алланың атымен бастаймын. Олар өзара не жайлы сұрасуда, нені әңгіме қылуда? Әлбетте, әлгі аса маңызды хабар жайлы сұрасуда. Олар өзара қарама-қайшылықта, яғни әлгі хабарды қалай жоққа шығарамыз, теріске шығарғанда қандай дәлелге сүйенеміз деп өзара келісімге келе алмауда. Жоқ, мәселе олардың ойлағанында емес. Олар әлгі хабардың хақ екенін әлі-ақ білетін болады. Жоқ, мәселе олардың ойлағанында емес. Олар әлгі хабардың хақ екенін әлі-ақ білетін болады. Біз жер бетін бесік қылмадық па? Тауларды, жерді мықтап ұстап тұратын қазық етпедік пе? Сендерді жұп қылып жараттық. Ұйқыларыңды дамылдап тынығудың бірден бір жолы қылдық. Түнді бейне бір жамылғы, ал күндізді тіршілік уақыты қылдық. Төбелеріңе жеті бірдей берік аспан тұрғыздық. Сондай-ақ оған жарқырап жанған шамшырақ орнаттық. Қою бұлттардан жаңбыр жаудырдық. Алуан түрлі дәнді дақылдар мен өсімдіктер өсіп шықсын. Сондай-ақ қалың бау-бақшалар жайқалып өссін деп, бұлттардан жауын жаудырдық. Шүбәсіз кесімді үкім және айыру күні, дүниеде кім не ексе соны ору үшін белгіленген кесімді күн. Сол күні сур үрленеді де, лек-лек болып Алланың алдына келесіңдер. Періштелердің жерге түсу үшін аспан айқара ашылған сансыз қақпаларға айналады. Таулар көшіріліп, сағымға айналады. Ал жаһаннам болса, өзіне түсетіндерді қарауылдап, тағатсыздана күтумен болады. Ол шектен шыққан азғындардың түптің түбінде барып паналайтын жері, олар онда ғасырлар бойы қалады. Олар онда жанға жайлы салқындықты да, шөл қандырар сусынды да тата алмайды. Тататындары тек қайнаған су мен ірің ғана. Олар істеген істерінің лайықты қарымтасы ретінде сондай жазаға тартылады. Өйткені олар күндердің күнінде жауапқа тартыламыз-ау деп ойламайтын, әрі сенбейтін еді. Өздеріне түсірілген һәм оқылған аяттарымыз бен болмыстағы айқын дәлелдерімізді қасарысып жоққа шығаратын еді. Алайда біз олардың істерінің бәрін жіпке тізіп, кітапқа жазып қойдық. Ендеше істеріңнің жемісін татыңдар. Енді бізден азаптарыңды арттырғаннан басқа ешбір жақсылық күтпеңдер. Ал Аллаға шын көңілден тағзым етіп, оған қарсы келуден қорқатын, һәм күнә атаулыдан барынша сақтанатын тақуа жандарға келсек, оларды үлкен жетістік әрі зор бақыт күтуде. Олар үшін бау-бақшалар мен жүзім бақтары, қос анары толықсыған, түйедей құрдас, хор қыздары, ғаламат сусындарға толы қадақтар, кеселер бар. Олар онда бос сөз де, жалған сөз де естімейді. Міне мұның бәрі Раббыңнан тақуа жандарды толық қанағаттандыратын жеткілікті сый-сияпат. Осынау сый-сияпат күллі аспан әлемі мен жердің және екеуінің арасындағы жаратылыс атаулының Раббысынан, Рахманнан. Ешкімнің онымен сөйлесуге құзыры жетпейді. Сол күні рух және періштелер Раббыңның алдында қаз-қатар сап түзейді. Сонда Рахман Алла сөйлеуге рұқсат еткен жаннан басқа ешкім жағашып, тіл қата алмайды. Сөйлейтін жан да тек қана орынды сөз айтады. Міне сол күмәнсіз келетін һәм ақиқат үстем болатын күн. Ендеше бұдан былай қалаған жан Раббысына тура қайтатын жолды ұстайды. Анығында біз азаптың жақын екенін айтып, сендерді алдын ала сақтандырып, ескерттік. Сол күні адам баласы фәни дүниеден ақиретке өз қолымен жолдаған нәрсесіне қарайды. Сонда кәпір бүйтіп, әр ісіне жауапты саналы адам болғанша, шіркін топырақ болғанымда ғой деп аһ ұрады.